42-ші қара сөз. Қазақтың жаманшылыққа үйір бола беретұғының бір себебі жұмысының жоқтығы. Егер егін салса, я саудаға салынса, қолы тиермеді. Ол ауылдан бұл ауылға біреуден бір жылқының майын сұрап мініп, тамақ асырап, болмаса сөз аңдып, құлық, сұмдықпенен адам аздырмақ үшін, яки азғырушылардың кеңесіне кірмек үшін, пайдасыз, жұмыссыз, қаңғырып жүруге құмар. Дүниелік керек болса адал еңбекке салынып, алған кісі ондай жүрісті иттер қорлық көрмей ме? Өзінің кәсібін тастап, кезегендікке салына ма? Малдылар малын өңкей малшыларға, бала-шағаға тапсырып, қолдағы Құдай берген азды-көпті дәулетті қызықсыз көрініп, оның ұры, бөріге жем болып, қарға-жарға ұшырауына шыдайды. Пыш-пыш кеңестен қалып, бір ауылға барып, құлық-сұмдық жасап жүріп, тегін тамақ жеп, ыржыңдасуды қысыратуға шыдамайды. Не үшін десең, халыққа әдет жол болған соң шаруаға пысық, мал бағуға, мал табуға пысық. Ол өнерлі кісіге қосылмайды. Я өзі пәле шығаруға пысық, я сондайлардың сөзін естігенім білгенім деп елге жайып жүріп, ырмыңдауға пысық өнерлерге қосылғандай көрінеді. Сол үшін осы күнгі қазақтың іске жараймын дегені өзінің азды көптісін біреуге қоса салып, көре жүр, көздей жүр деп басын босатып алып, сөз аңдап, тамақ аңдып, ел кезуге салынады. Бұл күндегіге байлық та мақтан емес, ақыл, абырой да мақтан емес, арыз беру, білу, алдай білу мақтан. Бұл екеуі қолынан келген кісі солдатты. Сабау қамшылы кедейде болса, азда болса орны төрде майлы атқа, майлы етке қолы жетеді. Жел өкпелеу мақтаншақ байларды сіз айтсаңыз, отқа түсуге бармын деп желдендіріп алып, шаруасын қылмайық, малын бақпайық, содан алып киімін бүтейіп киіп, тәуір атын мініп алып, қатарлы бір құрметке жетіп жүреді береді. Ол бай өз тыныштығын да білмейді, бос шығынданғанына да ескермейді. Бір кісімен сөйлесе, мұны қайтеміз деп, бағанағы ант тұрғанмен ақылдасады. Ол сиырдың жорғасы секілденіп, қарайғанда, жалғыз өзім болсам екен дейтұғын ниетімен және де ақылдасар досы көбейсе, қадірім кетіп қалады деп ойлап, ой тәңір-ай, соны білмей тұрсыз ба? Ол ана құлық қой, бұл мына құлық қой деп, оған бидей салсаң болмай ма? Деп бар оңбаған жауапты үйретіп, амалшылықтың жолын үйретем деп, ол байдың өзін кісіге сенбей тұғын қылады. Және байдың өзінде де адам сенбей тұғын болады. Байдың өз жауабы, өз мінезі оңбай тұрған соң бағанағы кісі бұзылса, әлгі ант тұрған бағанағы байға: мен айтпап па едім, оныкі құлық сөз деп, міне, көрдің бе? Деп екінші де тұрып, етпей тұғын қылып қалады. Ендігі жұрттың ақылы да, тілеуі де, қарекеті де осы.